Бәріне де сәлем достар. Сіздермен бірге бүгін мен Биби Тока арнасы, Биби and Ния Тока арнасы және де бүгін мен Биби Нұр сіздермен бірге бай отбасы деген сериал түсіретін боламын. Бұл бізде бірінші бөлім. Ал ендеше бастаймыз. Ал достар, сіздерге кейіпкерлер таныстырып кетейін. Бұл бізде әкесі және бұл бай отбасыда олар анасы екеуі өте жұмыс басты адамдар. Әкесі, анасы және олардың үлкен қызы, ортаншы қызы және олардың кіші баласы. Бастайық. Оф, келді па осы ма біздің жаңа үйімізі? Иә, осы ғой жаңадан сатып алған үй. Неғып тұрсың? Істесейші бұл. Ой, кешіріңіздер. Осы ма қызметшілер? Нормальный қызметші алдым әйтеуір. Я болысташы ма? Қолы талып кетті ғой. Қайда қалған қызметшілер? Шақыр бұл. Ашыңдар есікті. Я. Кіріңіздер. Жаңадан бері ашпайсыңдар ма? Соны айтам, адам создырмай. Келіңіздер, келіңіздер. Ой, шаршадым мен уже. Қыши былай. Болды, қыздар, сыза бермеңдер. Балдар, қыздар. Жүріңіздер, кіргізіп берейік. Иә. Бізден бұрын кір кеткенін қалай кетті? Ал енді тез үйге орналасып алайық. Қандай екен үйлерін көрейік. Так, мынау екінші қабат па? Үйдің іші әдемі екен, нормально вроде. Қызметші не тұрсыз? Біз чемоданын көтеріп қойып, так біз бөлмені көрсет бұл. Я жүріңіздер. Менің атым Айгүл болады. Сенімен таныстыратын уақыт жоқ, бұл көрсетші. Кешіріңіз ханым, жүріңіз. Міне, мына жерде сіздердің бөлмелеріңіз. Вроде нормально. Мынаның бәрі мен жинаған байлықтарым ғой. Бәсе, осында үйің бар екен, айтпайсың ба? Келетін еді ғой. Жүріңдер балалар. Келдік па осы үйге ақыры. Жағасып алайықшы. Ладно, енді мен киім алым керек. Мынандай киімдермен жүрмейтін шығармын мені. Мұнда ақшалар туралы берсеш. Жұмысқа бару керек айтпақшы. Сен қабылдайық. Екеуміз тұқыр жүрмей. Мен сәл 5 минут деппін ғой, мен сәл демалып ұйықтап алайыншы. Киімді киіп алайын. Болды, давай мен ұйықтадым. Мына киімнің бәрі мелтей ме? Так, мына тістесін. Служанка, мынандарды деп қойшы. Боғазым бөлмейін дейсің, жоп кет. Құп болады мұзда. Құп болады деді ғой. Мен қашшы мен киімдерімді киіп алайын. Маған кие салайын. Болды, мен ұйықтадым. Мына ағалар, апайлар бір түрлеген. Кешіріңіз. Маған бәрібір, сен жұмыстан шығара салам. Болды, кешіріңіз, енді қайталанбайды. Болды, онда. Тезетейін. Айналады бөлмесінен. Так, келе ғой балақай. Қолым ауырып кетті ғой. Шоппингке барам мен ертең. Тым киімім қалмапты. Қап-қарашқа болмай бөлмемнен шықшы. Анел, өзіңше болмасайшы сен етіп. Не болыпты болса? Мен сені үлкенмін айтқан тыңда, сөз қайтырма. Үлкенмін дейді ғой. Так, балақай, міне мынау сенің бөлмен. Рахмет. Қап-қарашқа бергеш бер. Анел ханым. Мен вообще атым атаушы болма. Жарайды, мен бөлмемді жинастырып, тазалап қой. Мен заттарым жағастыра әкеліп берді. Жарайды, қазір. Аружан ханым, сіздің заттарыңызды реттеп берейін бе? Жоқ, маған керек емес, мен өзім ретті салам. Жарайды. Мына балалар бәле болды ғой. Қалай сөйді, анау.
кеттім. Қап қарашқы. Не болды? Сен қалай сөйлесін маған? Шырыңыз қаным, не болды? Маған шырын әкеліп бер бұл тез. Шаруам жоқ. Мен қандай шырын жақсы көретінді біліп, тауып, маған әкеліп бер, түсінің ба? Жарайды. Қалай кетіп баратсың? Мына байларды бірінші күннен адамдар шаршатып. Айтпа. Кеттік енді, жұмыс жасайық. Жарайды, мен бірінші қабатқа кеттім. Аналарға тамақ берейік. Ханым, тамаққа келіңіздер. Болдым да мен қалған өзім шақырам.